Армысыз, ардақты ағайын. Сіздермен бірге Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы қолжазбалар сөйлейді бағдарлама айдарының жүргізушісі Жабықбай Әділәлі. Бүгін біз көк түріктер заманына саяхат тақырыбында сұхбаттасамыз. Айдарымыздың кезекті қонағы филология ғылымдарының докторы, профессор, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті түркітану, алтайтану ғылыми зерттеу орталығының директоры, Қаратасқа тіл бітірген, елімізге танымал археолог ғалым Сартқожа Қаржаубайұлы. Аға, біздің ғалымдардың зерттеп іске асырып жүрген қолжазбалары 200-300 жылдан бұрынғы құжаттар. Ары кетсе 400-500 жылдан аспайды. Ал сіздің айналысып жүрген тарихи деректеріңіз 2000-3000 жыл бұрынғы құндылықтар. Осы құндылықтарды бүгінгі 21 ғасырдағы ұрпаққа жеткізу үшін қанша етаптан өткізіп тарихи құжатқа айналдырасыздар? Рахмет. Енді мына қолжазба деген дүниеңіз бұл енді сонау заманнан қалған тарихи куәгер. Өзінде тірі куәгер деп айтуға болады. О замандағы адамдардың бәрі кетті, ешкім жоқ. Сондықтан қатқа түсіп, қағаз бетіне түсіп қалған осындай дүниелерді біз бүгінгі қолжазбалар деп атап жүрміз ғой. Осы қолжазбалардан жаңа өзіңіз айтпақшы, бізде қолжазбалар негізінде сол көбісі 400-500 жылдан ғана. Біздің ғалымдарымыздың айласып жүрген осы дүниелер. Ал енді менікі одан ары кетеді. 1000 жыл, 2000 жыл бұрынғы дүниелер. 1000 жыл, 2000 жыл бұрын бізде немене болды ма, жазу болды ма, тарихи құжаттар сақталды ма дегенге көп адамдар сене бермейді. Кейбіреулер біледі, кейбіреулер сенбейді, кейбіреулер білмейді. Оқыған бар, сауатты көз ашық азаматтар әрине біледі. Біздің арғы ата-бабаларымыз көк түріктер. Сол көк түріктерден қалған дүниелер бізге жетті. Олар кезінде ағашқа жазды, қолаға жазды, металлға жазды, матаға жазды. Оның біреу қалған жоқ. Сосын тасқа жазды. Үлкен 2 метр, 3 метр, 4 метр тас ұстын. Орысша стела дейді. Осы тас ұстындардың бетін тегістеп, осыған кәдімгідей өздерінің сол кездегі тарихын, болған оқиғаларын жазып қалдырған. Бұл қолжазба ма? Қолжазба. Тарихи қолжазба. Сондықтан осы жоғарыда өзім мен айтқандай, бұл сол 2000 жыл бұрынғы тарихи куәгерлер сол бізге жетіп отыр. Енді осы 2000 жыл бұрынғы дүниені, 1000 жыл бұрынғы дүниені бүгінгі оқырманға жеткізу оңай емес. Ол үшін енді мен қазір біткен өмірімнің 45 жылымды мен осыған арнадым. Бұл өзі бір жерде тұрған нәрсе емес, немесе архивте тұрған нәрсе емес, қаттаулы тұрған нәрсе емес, дүние емес. Бұл тау кездік, тас астық, бүкіл орталық Азия, шығысы анау Пекиннен бастап, оңтүстік шығыс Пекиннен бастап, батысы мына неменеге дейінгі, Қара теңізге дейінгі аралықтағы дүниелердің бәрін жинастырдық. Оның ішінде таңбалар бар, тарих басы құндылықтар бар, жазулар бар деген сияқты, мәтіндер жаңағы әртүрлі. Осыларды жинауға көптеген 40 неше жылымыз кетті біздің. Енді осы аралықта бұны іске асыру дейтін бар. Ең алдымен бірнеше этап бұл іс. 7 этаптан құралып отыр. Қазір мен есептеуім бойынша міне 7 этап. Сол 7 этаптан мына біздің қолымыздан шыққаннан кейін барып, бұл тарихи дерек болып есептелінеді. Тарихи нақты түпнұсқа. Оны ешкім жоққа шығара алмайды.
тарихи деректерді кезең-кезеңмен түсіндіріп берсеңіз, тыңдармандарға үлкен ой салар еді. Өте дұрыс. Енді бірінші бұл құжаттарды, жаңағы мәтіндерді ең алдымен іздеп табу керек. Іздеп тапқаннан кейін оны қайту керек дегенде жаңағы көшіру керек. Тасқа жазылған дүние. Тасқа ойып жазған дүниелер бар. Біраз мәтіндер. Жаңағы үлкен стела дейміз ғой. Ұстын тастардың көбін тасқа ойып жазған. Оның жазу ерекшелігі тағы ерекше. Біз енді мынау қылқалам деп жүрміз. Негізі мен оны қылауыш деп айтып жүрмін. Қылауыш еді қазақтар. Қылқалам бері дейміз ғой, орысша бері. Осымен жазып алады, тастың бетін тазалап алғаннан кейін, майдалап алғаннан кейін, тегістеп алғаннан кейін, сонымен жазады да, енді оның үстін енді ананы ою керек қой. Тастың ана немелері, сызықтары, оның орналасуы, структурасының орналасуы, ол әртүрлі. Қашанмен былай ұратын болсаң, ана быт-шыт болады. Сонда тасқа қалай түседі деген мәселеден бастайық әуелі. Одырғайт дегенде, мына қазақтар енді таза қазақтар жақсы біледі, тотияйын дейді. Тауда табиғи тотияйын болады. Мысалы, мен өзім Алтайдың адаммын, солтүстік Алтайдың, сол мен туған жерімде бір тау бар. Сол таудың ортасынан тесіп, кәдімгідей әгіден тотияйын алады. Тотияйын суға езіп, сосын әртүрлі емге, дәрілік дүниелерге қолданады. Осы тотияйында ол кәдімгі кислота деген сөз. Алады жаңағы қылауышпен, қылқаламмен жазып шыққан дүниені үстінен кәдімгідей қайта сызып шығады. Осы кезде жаңағы тасыңыз құмдақтанып кетеді. Сосын қашанмен ақырын жаңағы сызған әрпіңіз бойынша, шрифті бойынша бәрін жасап шығасыз. Міне осылай жазып қалтырған енді ата-бабаларымыз өте көп еңбек етіп отыр. Сол біздің қолымызға жетті. Енді ол тастың өзі, әгінде гранит тастар ғой. Кейбір мысалы күлтеген ескерткіш тұрған жерде онда гранит жоқ. Bunu қайдан алды деген мен mesela іздедім. Іздегенде Орхунның оңтүстік жағында, оңтүстік батысында, жаңағы Орхун өзенінің бастау алатын жеріне таяу жерде бір тұмсық бар екен, қызыл тұмсық деп айтады екен өздері моңғолдар. Соның жартасынан жаңағы тасты кесіп алып, сосын 100 километр жерге алып келген болып отыр. Салып кеп, сосын жаңағы күлтегіннің ескерткішін жаңағы мәтін ұстырын қойған жерге кеп қойған. Ол енді тек бір күлтегіннің тасының өзінің салмағы 20 тонна. Соны есептей беріңіз. Ол кезде кран жоқ, пойыз жоқ. Қайтып әкелді. Осыдан бастап басыңыз шірік болды асыбесе. Оның бәрін таптық, енді отырады қазір айтпай ақ қойын. Енді осы жазуды көшіру керек. Көшіру үшін қолмен де көшіріп көрдік біз. Мысалы, тек қана бір анау Елетмеш Билік Ағаның ескерткішін, сосын Тонжүктің ескерткішін мен 10-нан 12 рет көшірдім. Бір көшіргеннің өзінде. Кейде әріптер дұрыс көшіресің, кейде теріс көшіресің, кейде күн суық болады, кейде жауын жауып тұрады, кейде қар жауып тұрады. Біздің климатымыз орталық Азияның климаты резкий, континентальный климат. Сондықтан осыны біз еске ала отырып, жаңағы қате көш қоямыз кейде. Осының бәрін еске ала отырып, бір емес, 12 рет, 13 рет, 14 рет көшіргендеріміз бар. Ал енді күлтеген ескерткіштердің кезінде Ратлов барып көшірді. Оның алдында Гейкл дейтін ғалым көшірді. Оның Ратлов эстампаж алды. Эстампаж деген сөз не? Ол қалып. Қалып алды. Бірақ өте бір грубый қалып алған да олар. Оның барын қалыптарын мен бір Ленинградтағы архивден барып көрдім. Қазір ұстауға келмейді. Бір ұстасақ зеріп тұр. Сол эстампаж істеп алған Ратлов. Бірақ Селин көзінен өткенде көп дүние суға кетіп, соның өзінің сол қолын көшірмесіне жасаған. Сондықтан енді біз қайту керек. 20-шы ғасырдың ғалымдары біз ол кісінің ол көшірмесіне қарауға болмайды. Чичен қайта көшірдік. Қайта көшіріп, жаңағы Ратловтың жасаған дүниесімен салғастырып келдік. Бұл бірінші этап. Ал енді екінші этабы бұның осы көшіріп алған дүниені көшіп алған дүниемізге енді лингвистикалық,
этни лингвистикалык сараптама жүргүзөбүз. Анын әріптері, оның әрбір шрифтісі, әрбір шрифтті, әрбір таңбасымен сөйлесеміз, әріпті. Мысалы, А әріп дейтін болсаңыз, неге бұл мына жерде тұр, неге былай емес, бұны қалай келген, бұның шрифтісі неге мына жерде былай мүмкін, неге былай мүмкін. Осыдан бастап тұққымен зерттейміз. Ал енді осы шрифтіні болғаннан кейін біз транскрипция жасаймыз. Транскрипция деген не? Аны оқылымы, оқимыз. Күні түрік тілінде оқып шығамыз. Күні түрінде оқып шығып, бұл енді үшінші этабы. Оқып, оның кейін мына жаңағы бұрынғы зерттеушілердің жаңағы Радлов бар, Томсон бар, Радлов, Мелеранский, Малов деген атақты ғалымдар болды ғой. Енді анау Алтайдың болысы сияқты үлкен тирандар, атақтылар. Радлов деген кісі Россияның түркологиясының негізін қалаушы. Үлкен абыз. Оны өткен адам жоқ. Өзінің арық тегі неміс. Осыны айтам болғанда. Осылармен салғастырып берген кезде көптеген айырмашылықтар шықты. Оның бәрін жөнге келтірдік. Сосын кейін олар түрк емес қой. Олар көшпелі өмір сүрген жоқ қой. Олар мысалы біздің көшпелі өмірді бастан кешкен біз сияқтардың өмірінің біреуін көрген жоқ. Біреу сиыр сауып көрген жоқ. Біреу қой ұстап, қой қостап көрген жоқ. Біреу көгенде көрген жоқ мәселе. Кейбіреу бесік дейтін болса, бесікте көрген жоқ деген сияқты. Сондықтан қайт дегенде бәрі сөздікпен оқиды. Сөздікпен оққаннан кейін сөз деген бірінші алғашқы бір мағынасын береді. Оның әр сөздің астарында пәленбай слойы бар, пәленбай мағынасы бар. Оны ол жетпейді. Сондықтан аударма теріс кетеді. Енді осы сияқты проблемалардың бәрін шешеміз. Бұл төртінші этап. Осы төртінші этаптан кейін барып, мәтіннің жаңағы транскрипциясын қайта жасаймыз. Қайта жасап, барлығын сол жөнге келтіріп, оның кейін 6-шы этабымыз жаңағы аудармасын жасаймыз. Енді кесел аударма келгенде үлкен мәселе шығады. Мәселен, енді өзімізге түсінікті бір сөз айтайын мен. Бесік деген сөз бар. Бір адам жаңылса дейді, Күлтегіннің жазуында, бір адам жаңылса, бесігіне дейін зардап шегеді дейді. Ол деген сөз. Ұрпағыңның ұрпағына дейін зардап шегесін деген сөз. Бір адам деп кімді айтып отыр? Ол сен айтып отырған жоқ, мен айтып отырған жоқ, халықты ұстап отырған ханды айтып отыр. Хан жаңылса, бітті сен халқың құрыды. Ханнан қате кетуге болмайды. Өйткені ханның көмекшісі бар, уәзірі бар, анасы бар, мынасы бар. Ол біткен нәрсені өзінің жалғыз басымен шешпейді. Жаңағы отырған жаңағы үлкен ақсақалдары бар, сенат, кәдімгідей. Осылармен әңгімелесіп отырып, сол дүниелерді шешеді. Сонан кейін барып халықтың тағдырына байланысты дүниені халықтың алдына қояды да, сол бойынша халқын басқарады. Сонда бесіктегі деп отырған не? Ұрпақ. Егер хан жаңылса, ұрпағының ұрпағына дейін зардап шегеді деп осыны айтып отыр. Ал осыны ана жаңағы батыстың ғалымдары мүлде басқаша отырған. Мүлдем басқаша отырған. Осы Күлтегіннің ескерткішін аудармасымен жағаласқан жаңағы Радлов бар, Мелеранский бар, Малов бар. Онан кейін түріктің атақты ғалымы Өгел әкім Орхун дейтін болды. Кейінгі мықты ғалымы Текин дегендер болды. Осының барлық қателесті. Барлық қате жіберген. Осыны есептеп келіп, негізі мағынасы мынау. Дегенді біз анықтап жауап беріп отырмыз. Енді осындай нәрселерді жасап, ғанан кейін енді 7-ші этабы оның түсініктемесін береміз. Міне жерде мынандай оқиға болған екен, міне жерде мынандай оқиға болған екен. Осының неге бұлай жазды? Мәселе, бірақ сөз айтайын бұларды мен. Мәселе мынандай сөйлем бар. Күлтегінде, Күлтегін ескерткішінденің 31-ші жолы болу керек, қателеспесем, сол 31-ші жолда айтады.
жаңағы анасы ұмай текті анасы дейді, Күлтегіннің анасы. Күлтегінді 10 жасында ат болдырды дейді. Ат болдырды. Былай қарағанда, жай былай бір жеңіл қарағанда, анау сүндет пішіп тастаған сияқты көрініп тұр. Ат болдырды деген сөз. Ал енді осы сөзге мен өте көп іздендім. Моңғолияда жүргенде іздедім, ана жүрем, былай жүрем, миымнан кетпеді. Соны бір рет мына неменеге бардым, Баянауыл жаққа бардым. Мәшребістің мешітіне барып, соның бір үйге барып, орта жолда бір ауылға түстік. Түсіп едік, бір әйел кемпір қуанып, шай суанып қойып, байқұс үстіп шаққылап жүрді. Сосын біздің машинамызда отырған бір жігіт сол ауылды жақсы танитын, содарға 9 адам екен. Ой, апа, бүгін сіздің қуанышыңыз шексіз ғой. Неге қуанып жүрсіз? Айтыңыз, қуанышыңыз бөлісейік деді. Ойбай, мен қуанбағандығым қуанады. Немерем ат болды деп сөйтті. Сосын 30 жыл, 40 жыл іздеген дүниеме сап етесіз. Ой, апа, не дейсіз? Ат болдырды. Соны қуанып жүрмін дейді. Сосын ат болдырды деген сөз. Енді сендерше болғанда сүндет деген сөз ғой деді. Міне. Ал енді мына Күлтегіннің жазуы қашан жазылған? Бұл біздің дәуіріміздің, біздің жыл санауымыздың 732 жыл жазылып отыр. 31 жылы Күлтегін қайтыс болды. Енді келесі жылдығына дейін басына жаңағы осыны орнатып, қалың енді оның осының жанында өте көп ескерткіштері бар тағы. Жаңағы 16 түрлі адамның мүсіні тұр. Енді ар жағында жаңағы осыныңыз бар, оның ар жағында кешен бар. Ана сол енді қанмен, жаңағы Күлтегіннің өзімен ханымы, әйелі, қатыны дейді ғой, ол заманда. Қатын деген сөз әдемі сөз, қашатын сөз емес. Бұл ханым деген сөз. Қатынның мүсіні тұр, mesela екеуінің мүсінін қатар отырғызып қойған. Деген сияқты ол комплекс үлкен дүние. Енді сонда айтып отыр әкірді. Бұл дүние сонда қараңыз. Біздің дәуіріміздің, жан санауымыздың 732 жылы. Біз ол кезде мұсылман дініне кірмегенбіз. Там патшалық кезі. Там патшалық дәуірі. Мұсылман дініне кіргенбіз жоқ. Ал онда не қылған дүние? Бұл не қылған? Мынау үлкен жаңалық кіріп отыр да. Біз ойлайтынбыз. Бізге сүндет мұсылман діні арқылы келді деп ойлайтынбыз. Мұсылман, сонан біз сүндет десек мұсылман болдық деп ойлаймыз. Кешіріңіз. Мына біздің ата-бабаларымыз сонау ерте кезден 7-ші ғасыр, 8-ші ғасырдан бастап сүндет жасаған екен.